Мен қалайда білуім керек. Неге менің отбасымды Қадира бұзғанын? Соның кесірінен әке-шешем ажырасып кетті. Сәлем, бүгін шұғыл кездесуіміз керек, келетін бол. Әй келін, баланы қолға көп үйретпе. Сосын иісіңді сіңіріп алады да жылай беретін болады. Балаға памперс кигізбе. Бұты ойылып қалады. Біз кезімізде жаялыққа орайтынбыз. Сен де солай ора. Апа, дәрігер памперс киюге болады деді. Дәрігерін көп біледі деп ойлайсың ба? Біз дәрігерсіз-ақ бала өсірдік. Ештеңе болған жоқ. Немерем туылғалы бері жылай береді. Сенің сүтің құнарсыз. Анау көршінің келініне бір тойдырып емізіп әкелетін шығармын. Байғұс бала бір тойып емсін. Апа, сүтім жақсы, бала той бемеді. Тек көлеке болып жатыр, уақыт өте кетеді. Қой, жоқ, болмайды. Айдана, не үшін шақырдың мені? Асқардың анасы Қадира Асанова жайлы білгім келеді. Өткен өмірі жайлы айта аласың ба? Қандай да бір ақпарат бар ма? Қадира Асанованың күйеуі белгілі бизнесмен. Ал Қадира үй шаруасымен айналысқан. Жақын құрбысы болғанды. Неге сөйлеспейді? Мен бұдан әрі айтқым келмейді. Сонда жақын құрбысымен араласпай ма? Иә, Қадира мен Маржан құрбы болған. Маржан бай ер адамға тұрмысқа шыққанын көре алмай екеуін ажырастырып жіберген Қадира деп естігем. Сондай ма? Бұны қайтесің? Аяқталмаған ісім бар. Сені күтіп тұр едім. Мені күтіп тұр едіңіз бе? Мен хабарламадым ғой. Не сұрақпен келдің? Үйімде бір келін бар. Ол мені ұнатпайды. Маған бас имейді. Баламды мені алыстап барады. Мен оны осы үйден шығарғым келеді. Иә. Неге? Қадира апа, мен саған айтайын. Сол келіннің жүрегінде бірдеңе бар. Өткеннен келген ауыр нәрсе. Болды, қалғанын айтпай-ақ қой. Әй, келін, таң атпай қайдан қаңғып келе жатырсың? Апа, шаруаларым болды. Түскі асты сіз дайындай салмадыңыз ба? Бос жүрсіз ғой? Жалғасы деп комментарийге жазыңыз. Апа, кеше Қадираның бөлмесін ақтарып жүріп, бір құжат тауып алдым. Қызым, не құжат ол? Қызым, байқап жүрші. Ана қатын сені ұстап алып жүрмесін. Апа, бұл құжатта Қадира қалай әкемді алдап, жарты мүлкін тартып алғаны жазылған. Апа, мен адвокатқа барамын. Ол әйел бұл ісі үшін заң алдында жауап беру керек. Қызым, байқап жүрші. Айдана ханым, мен бұл хатты оқыдым. Егер сот сарапшылары бұл хаттың шынайы екенін растаса, 15 жыл бұрынғы іс болса да, жеке өмірге зиян келтіру туралы талап қоюға болады. Яғни Қадира Асанова жауап береді? Заңды жолмен иә. Бірақ сіз бір нәрсені ойлануыңыз керек. Не нәрсені? Сіз сол адамның ұлымен үйленгенсіз. Бұл іс сотқа жетсе, бүкіл отбасы бұзылады. Айдана ханым, шешім сіздікі. Мен тек заңды жағын айттым. Рахмет, ойланамын. Асқар, мен саған бір нәрсе айтайын. Айтыңыз, апа. Айдана бақыладым. Ол осы үйге бір мақсатпен келді. Апа, тағы да бастадыңыз ба? Иә, мен сенімдімін. Кеше ол менің бөлмеме бір нәрсе іздеп жүргенін байқадым. Апа, кітап іздедім деді ол. Қайдағы кітап? Ол құжаттар іздеп жүрді. Кітап емес, ол бірдеңе іздеді, маңызды бірдеңе. Асқар, мен Айдананың өткені туралы біліп алдым. Оның ата-анасы ажырасқан. Себебін де білемін. Апа, бұл оның жеке өмірі. Оның әкесі Серік Бекенов. Бұл атты бұрын естіген жоқсың ба? Жоқ. Неге? Ол бізбен бизнесте болған адам, бұрын. Айдана мұны білет, сондықтан осы үйге келді деп ойлаймын. Апа, сіз не айтып тұрсыз? Айдана мені жақсы көреді? Жақсы көрер дейсің ба? Асқар, сен адам танымайсың.
Апа, жеткілікті, Айдана туралы жаман сөйлемеңіз. Асқар, не болды? Бүгін басқасың. Ештеңе. Асқар, Айдана, мен сенен тура сұраймын. Шын жауап бер. Сенің әкеңнің аты кім? Серік Бекенов. Неге? Анам айтты, ол бізбен бизнесте болған деді. Иә, болған. Асқар, анаң саған не айтты? Сен осы үйге бір мақсатпен келдің деді. Асқар, мен саған кейін айтам, бәрін айтамын, бірақ қазір емес. Айдана, Өтінемін, бір күн, ертең айтамын. Динара, мен саған бір нәрсе айтайын. Айта Бысынтай. Мен осы үйге кегі үшін келдім. Қайнене 15 жыл бұрын менің ата-анамның некесін бұзды. Арнайы жоспарлап. Менің анам жалғыз қалды. Мен жалғыз өстім. Мен Асқарға тиіп, осы үйді ішінен бұзбақшы едім. Кетпекші едім. Асқарды ұнатып қалдың ба? Иә, жоспарламадым. Болмау керек еді. Бірақ болды. Және қазір мен екеуінің арасындамын. Бір жағымда анам, 15 жылдық ауырсыну, екінші жағымда Асқар. Абысынтай, мен саған бір нәрсе айтайын. Айт. Кек алсаң анаңа не береді? 15 жыл өтті, анаң өмір сүрді, жалғыз болса да өмір сүрді, сені өсірді. Мен осы баланы ұстағанда бір нәрсе түсіндім. Ана баласының бақытын қалайды, кегін емес. Анаңа қоңырау шал, сұра, ол не қалайды? Анаң айтсын. Сериал аяқталуына жақын қалды. Комментарийге жалғасы деп жазыңыз.